Лабораториямызға дәл осындай қорапта осындай қонақ келді. Жақынырақ танысайық. Біздің лаборатория адам тәрізді роботтар лабораториясы деп аталады. Ал мынау адам тәрізді роботтың ең жақын досы робот ит. Танысуды әрине нұсқаулықтан бастаймыз. Қысқаша шолу жасап өтейік. Түсінгенім бойынша 4 аяқ, әр аяқтың 3 еркіндік деңгейі бар. Яғни тізе тұсында біреу, иық тұсы және де сол иық тұсы тағы да екінші бағытта қозғалады. Мынандай лазерлік радар лидар сенсорлар бар, камера бар, антенналары, яғни екі түрлі антенналар бар. Мына жерде контроллер, яғни сырттан басқару құрылғысының антенналары, ар жағында Wi-Fi-ді қосуға болатын антенна. Үстінде қосымша блок, интеллектуал контроллер деп атады екен. Әр түрлі кіріс мүмкіндіктері бар, порттардың түрлері, қосымша құрал жабдықтарды қоюға, тағысындағы. Арнайы батырма, яғни роботта бір қате кетіп, дұрыс емес қозғалып жатқан жағдайда бірден өшіріп тастауға болатындай екі түрлі сөндіру батырмасы бар екен. Мына жерде бар. Біреуі, яғни hard reset дейді, яғни бірден моторлардан тоқты сөндіреді да, робот былайша айтқанда құлайды. Мынау soft emergency button дейді, яғни бұл баяу отырады, тоқтайды. Сонымен қатар мына жерде бізде батареяның бөлігі, мына екі бұрандалар ашылады, ішіне батарея салынады. Осы жерде қосу батырмасы, біздің бөлек контроллер бөлек қосылады өзінше. Орындалуы өте сапалы, мықты, арнайы резинге сырғымайтын аяқтар. Және де моторларды қызып кетуден сақтайтын осындай суыту радиаторлары қолданылған. Енді қосып көрейік. Мынау біздің контроллер, яғни қашықтықтан басқару құрылғысы. Бұл өзіне бөлек шолу, бөлек анбоксинг керек сияқты. Осындай құрылғы. Қуаттау құрылғылары. Қосып көрейік. Қосу үшін қосу батырмасын ұзақ ұстап тұру керек. Кейін бізде контроллер қосылады. Бұл Android-тің негізінде жасалған басқару құрылғысы екен. Көріп отырғандарыңыздай. Автоматты түрде контроллер роботпен байланысу керек. Бірден роботтың көріп тұрған камерасын көре аламыз. Өте көп мүмкіндіктер бар, бірақ қазір біздің мақсат жалпы роботты қосып қозғап көру. Ол үшін бірінші роботқа тұр деген команда беру керек, яғни stand. Робот тұрды. Бірақ дәл қазір біз оны басқара алмаймыз, яғни ол қозғалмайды. Ол үшін бізде торк контрол, мына жерде, яғни моторларға біз басқару командасын беруіміз керек. Мына жерде бірнеше режимдер бар екен. Бірден ассист деген режим қойық. Оның мағынасы ол өздігінен объектілерді анықтап соғылмайтын болады. Енді мына жерде батырма бар, start stepping. Ол аяқтарын қозғап бастайды. Енді қараңыздар. Әр түрлі режимдер бар. Жүру, мынау белгілі бір көлбеу жазықтықта қозғалу, кедергіні анықтау, баспалдақтар. Енді қазір осы режимдерді ауыстырған кезде роботтың қозғалыс мәнерінің өзгеруін байқауға болады. Енді осы режимде роботты басқаруға болады.
мысалы алға, артқа, бұрылу, яғни жанымен жүріп жатыр. Мына жерде бұрылуға болады. Сәл артқа кетейік. Мына жерде қызылмен ол белгілі бір объектіге жақындағанын көрсетеді. Мысалы мен қазір оған алға қарай жүр деген пәрмен берсем, оның алдында қазір кедергі тұр. Міне жаңағы режимді не үшін қостық? Өйткені міне алға қарай жүргім келсе, ол хабарлайды, жоқ, алдында кедергі бар деп. Бұрамыз. Міне тіпті жанымен де жүрмейді о жақта. Жанында кішкентай камера болмағанына қарамастан, оның лидар сенсорлары алдында, артында тұрған, оған мынандай 360 көру мүмкіндігін береді. Тоқтатамыз. Стоп степпинг. Тоқтады. Тура итке отыр деген сияқты, отыр дейміз ғой. Бұл роботты бірінші рет қосып тұрғым емес, бірақ бірінші рет қосқан кездегі сезім белгілі бір деңгейде қобалжу, қорқыныш болады. Жаңағында әсіресе қатты тапылдатып жүре бастаған кезде ойланатын жағдай. Бұндай роботтарға әлі біраз үйренуіміз керек екен. Жалғасы қызық болса, белсенділік танытып жіберіңіздер.